құрметті әріптестер, бала жанның терапиясы мен білім анатомиясы. Тән саулығы, жан саулығы, ал сана саулығы тәрбиеден. Ұлт ұстазы Ақын Ахмет Байтұрсынұлының осы бір даналық сөзі менің 12 жылда педагогикалық ұстанымның алтын діңгегі тәріздес. Я, қателескен жоқсыз. Бастауыш сынып мұғалімінің әрбір күні, әрбір сабағы монтажсыз, екінші дубльсіз өтетін нағыз тікелей эфир. Мұнда көрермен де, басты кейіпкер де менің 12 жыл бойы көздерінен нұр іздеген алтын шәкірттерім. Мен мектеп табалдырығын аттаған баланың қиялын ұштап, арманына қанат байлайтын бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Орынбаева Бодықыз Пралина боламын. Алайда мен өзімді жай ғана мұғалім емес, баланың жанының бас дәрігері ретінде сезінемін. Себебі бастауыш сынып мұғалімі бала ағзасы мен санасының ең маңызды қалыптасу шағы. Менің білім беру анатомиямда әрбір мектеп пәні адамның тірі ағзасымен тығыз байланысты жатады. Әр пән бұл өмірлік мүше. Менің авторлық тәсілдерім біздің эфирімізде үзіліс жоқ. Әр пәнді баланың санасына сіңіру үшін мен мынадай емдеу тәсілдерін қолданамын. Математика сыныптың миы мен жүйке жүйесі. Логика мен есеп миды шынықтырады. Күрделі есептерді шешу нейрондық байланыстарды күшейтеді. Математикалық дәрумендер, ребустар, лего, логика, экономикалық ойындар. Сандарды өмірмен байланыстырамыз, шағын дүкен, сатып алу, есептеу. Нәтижесінде есептеу импульстері жылдамдап, логикалық ойлау дамиды. Мысал үшін, мына жерде ребустар, лего, логика, шағын дүкен, мінеке суреттермен қойдым. Ми шынықса, ой ұшқыр болады деп математиканы осы жаңағы ми мен жүйке жүйесіне қалыптастырдым. Екінші, ана тілі мен әдебиет сыныптың жүрегі мен қан айналымы. Бұл жерде мейірімділік, отансүйгіштік, ұлттық құндылықтар, адамгершілік. Тіл жүректің қақпасы. Көркем мәтінді талдау, сезімді ояту. Мақал мәтелдер арқылы даналыққа баулаймыз. Сөз терапиясы сөз арқылы жанға әсер етеді. Осы жерде мен сөз детективтері ойыны сөздің мағынасын, қолданысын табу жолына қолданамын. Баланың бойында мейірімділік, отансүйгіштік, ұлттық құндылықтар, адамгершілік барлығы қалыптасып келеді. Тіл байлығы артып, ойы тереңдейді. Тіл байлығы, жүрек байлығы. Үшіншіден, дүниетану және еңбек сыныптың қолдары мен көздері десем болады. Қоршаған ортаны көру, тану, түсіну. Тәжірибе жасау арқылы білімді көзбен көріп, қолмен ұстаймыз. Өсімдіктердің өсуін бақылау, судың күйлерін зерттеу, табиғат құбылыстарын тану, еңбек арқылы шығармашылық қабілет және шыдамдылық жауапкершілікке дамиды. Бұл баланың дүниетанымды кеңейтетін нағыз көз дәрумені. Көр, таны, істе, білім сенікі болады. Мен осы пәндерімді әр пән баланың дамуына қызмет ететін өмірлік маңыздылығы бар мүше деп қабылдадым. Мұғалім сол мүшелердің үйлесімді жұмысымен қамтамасыз ететін дәрігер ретінде қалыптастырдым. Қорыта келгенде, ұстаздық 12 жыл ішінде мен бір нәрсені анық ұғындым. Балаға берілетін ең басты шипа да, ең күшті терапия да ол ұстаздың шексіз махаббаты. Менің сыныбымда қателесуден қорқу деген синдром жоқ. Менің әрбір шәкіртімде қоятын диагнозым біреу-ақ: болашақтың данышпаны, елінің мақтанышы болу керек. Ұлы ақын, дәрігер, әрі ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлының мына бір шипалы сөзін өмірлік ұраным ретінде алға тартқым келеді. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай,
ар сақта, оны біл. Осы ақ жолдан айнымай, тікелей эфирімізді үзбей 12 жыл бойы жинаған білімімді бала жанының саулығы мен ұлт болашағының жарқын болуына жұмсай беремін. Үздік педагог бұл жай ғана атақ емес. Бұл бала жүрегінен ем таба білетін ұстаздың мәртебесі деп білемін. Менің миссиям зиян келтірме және биікке жетеле. Медицинада дәрігерлердің Гиппократ анты бар. Сол сияқты ең алдымен зиян келтірме деген ең басты алтын қағидасы бар. Менің де 12 жылдық педагогикалық қызметімдегі басты миссиям дәл осы қағидамен үндес. Жеке тұлға ретінде енді ғана қалыптасып келе жатқан бастауыш сынып баласының нәзік жан дүниесіне, оның білімге деген алғашқы құштарлығына ешқашан нұқсан келтірмеу, бетін қақпай, белін буу менің мұғалімдік антым деп білемін. Менің педагог ретінде басты миссиям мына 3 үлкен мақсатым қалыптасып тұрады. Бірінші, психологиялық иммунитет қалыптастыру. Қазіргі ақпараттық заманда баланың санасын түрлі вирустардан, интернеттің зиянды әсерінен, жағымсыз ақпараттан қорғап, олардың бойында рухани тазалық, адамгершілік және ұлттық құндылықтарға деген берік иммунитет орнату. Екінші миссиям әр баланың диагнозын, талантын анықтау. Менің сыныбымда қабілетсіз бала жоқ. Менің миссиям әр оқушының бойындағы жасырын жатқан ерекше қасиетін, талантын дер кезінде диагностан өткізіп, оның суретші, болмаса математик, не болмаса жазушы болуына жол ашу деп білемін. Үшінші ұстанымым өмір бойы оқуға баулу. Менің мақсатым баланы тек 4 жыл бойы баға үшін оқыту емес, оның бойында өмір бойы ізденуге, жаңаны білуге деген құштарлықты, яғни білімге деген мәңгілік шөлеті қалыптастыру. Мен баланың балалық шағын ұрламай, оның ойын арқылы оқытатын, мектептің қорқыныш емес, қуаныш мекеніне айналдыратын білім терапевтімін. Ертеңгі күнге өз елінің нағыз патриоты, рухы мықты, санасы озат, жан-жақты дамыған, дені сау ұрпақ қалыптастыруды анықтау миссиям. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.